Қымбатты досым, балаларыңның, қыздарыңның, келіндеріңнің, немерелеріңнің, өзіңнің және жұбайыңның шын туылған күндеріңді атап өтіңдер. Шын туылған күн деп айы, күні, аптаның күні сәйкес келетін күнді айтады. Бұл күн жылда сәйкес келе бермейді. Демек, жылда шын туылған күн келе бермейді деген сөз. Мен сіздерге осы шын туылғанда неше жаста келетіндігін анықтауды үйретемін. Мен Тастанов Сәрсенбай, 1946 жылы туылғанмын. 1969 жылы Ташкент педагогикалық институтының математика факультетін қызыл дипломын бітірдім. Мына шын туылған күнді анықтау үшін мен өз ұлдарымның шын туылған күндерін зерттеп, мынадай кесте түздім. Мінекей. Бұл кестені мен қалай түздім? Бір жылда 365 күн, немесе высокісіне жылдары 366 күн бар екендігін барлығыңыз білесіздер. Егер 365 күнді аптада 7 күн болғандықтан 7-ге бөлсем, бір қалдық қалады. Бір қалдық қалады деген сөз, ол биылғы жылдың датасына сәйкес келетін аптаның күні, келесі жылғы осы датаға сәйкес келетін аптаның күні бір күн кейінге сүріледі. Қысқасы, биылғы жылғы датаға сәйкес келетін аптаның күні, келесі жылғы осы датаға сәйкес келетін күні бір күнге кейінге сүріледі. Мысалы, мына базар, воскресенье, биылғы жылы воскресенье 20 апрель, ендігі жылы понедельникке ауысады. Келер жылы, одан кейінгі жылы вторникке ауысады. 3 жыл қатарынан болды ма? 4-ші жылы высокісіне жыл болғандықтан, высокісіне жылдың 29 февралына дейін датаға сәйкес келетін аптаның күні сәрсенбіге ауысады. 29 февралдан кейінгі датаға сәйкес келетін аптаның күні четвергке ауысады. Ал высокісі жылдан кейінгі жылы, мына четвергіміз пятницаға ауысады. Одан кейін келесі жылы пятница субботаға, суббота воскресеньеге. Воскресенье 29 февралға дейін болса понедельникке, 29 февралдан кейін болса вторникке ауысады. Бұл да высокісі жыл. Келесі жылы вторнигіміз средаға ауысады. Сөйтіп, среда четвергке, четверг пятницаға, ол субботаға немесе воскресеньеге ауысады. Воскресенье понедельникке, понедельник вторникке, вторник средаға, среда четвергке немесе пятницаға ауысады. Пятница келер жылы субботаға ауысады. Суббота воскресеньеге, воскресенье понедельникке, понедельник вторникке, вторник немесе средаға ауысады. А среда четвергке, четверг пятница, пятница суббота, суббота воскресеньеге, немесе понедельникке ауысады. Понедельник вторникке, вторник средаға, среда четвергке, четверг пятницаға, немесе 29 февралдан кейін болса субботаға. Сонымен субботадан кейін воскресенье келеді ғой. Мынаға. Сонда бір цикл бітті. Бір цикл, бір айналым. Бір цикл бітті. Өйткені мына 8 жылдың мына несінде суббота барлығы бір аптаның күндері бір күннен ғана, бір реттен ғана келіп отыр. Енді мынау қызылмен не қойған, ол высокісі жылдардың даталарына сәйкес келетін аптаның күндері. Мынау бірінші қатары, бірінші столбик бұл 29 февралға дейінгі аптаның күндері, мынау 29 кейінгі, февралдан кейінгі датаға сәйкес келетін аптаның күндері. Сөйтіп, мына высокісі жылдар бұл 24, 28, 32, болмаса 20, 16, 12, 8, 4, 2 мың тағы сол сияқты.
Ал мынау 3 жыл бұл 80 жылдан алдыңғы жылдар немесе 80 жылдан кейінгі жылдар. Мысалы, мынау 80 жыл 24 жыл болса, мынау 25 жыл болса, мынау 26, 27, 28 жыл. Немесе мынау 21 жыл, 22, 23, 24. Тағы сол сияқты. Бұл шексіз қайталанып келе береді. Қалаған енді табуға болады. Енді сонда мынау цикліміз неше жылдан тұрады деген сөз. Оны былай табамыз. Мынау мысалы мынау базар менен воскресенье мен пятницаның арасы 4 жыл. Өйткені мына жақтан айланып барсақ, мына 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тағы сол сияқты. Әрбір аптаның мынау 2 күннің арасы 4 жылға сәйкес келеді. 4 жыл болса, мына жерде 7 не тұр ғой? 7 күн. 7-ні 4-ке бөлсек 28 жыл. 28 жылда мынау цикл қайталана береді екен. 28 жылда туылған, 28 жасында кез келген адамның туылған жылы шын туылған күн болып есептеледі. Мысал келтірейін. Мысалы, мына осы мысалы бүгін 22 апрель. 22 апрель ол вторник. 25 жылы 22 апрель вторник. Вторник міне бас жағында тұр. Кестенің басында тұр. Вторник. Сонда осы 25 жылы 22 апрельде туылған бала, вторниктен туылған баланың неше жасында шын туылған күндері болады. Соны есептеу үшін біз келесі вторникті қашан болатынын санаймыз. Осы мына вторниктен 1, 2, 3 пәске түсеміз циклды. 4, 5, 6. Мына 6 жасында. Неге жазып қойдым? 6 деп. 6 жасында шын туылған күні болды. Енді одан кейін неше жасында болады? Одан кейінгі вторникті есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 жасында екен. Мінекей. Мен неге жазып қойдым? 5. 5 жасында емес, 5 жылдан кейін. 6 жасында шын туылған күні еді. Оған 5 жылды қоссақ, 11 жасында шын туылған күні болады. Одан кейін неше жасында? Жаңа мынау қайсы вторникке келіп тоқтамайық, мына вторник. Мынаны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жасында, және 6 жылдан кейін. Мынау 11 жасында, 6 жасында, 11 жасында, оған және 6 болса 17 жасында шын туылған күні болады. Одан кейінгі туылған жылы қашан болады? Мына вторник. Неге тоқтаған еді? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жылдан кейін. Яғни 6 жасында, 11 жасында, 17 жасында, кейін 11-ді қоссақ, 28 жасында шын туылған күні болады екен. 22 апрель, биыл 22 апрель күні туылған баланың шын туылған күндері 6 жасында, 11 жасында, 17 жасында, 28 жасында. Кейінгі туылған күндерін анықтау үшін осы сандарды 6, 5, 6, 11-ді кезекпен қосып тауып береміз. 28-ге 6-ны қоссақ 34, 34-ге 5-ті қоссақ 39, 39-ға 6-ны қоссақ 45, 45-ге 11-ді қоссақ
56. Одан кейін және 56 жасында. Және мына 6, 5, 6, 11-ді кезекпен қоссақ, 56-ға 6-ны қоссақ 62 жасында, оған 5-ті қоссақ 67 жасында, оған 6-ны қоссақ 73 жасында, оған 11-ді қоссақ 84 жасында. Және мынаны жалғастырсақ 6-ны қоссақ 90 жасында болады, 5-ті қоссақ 95 жасында, тағы сол сияқты. Сөйтіп, биылғы туылған балдардың туылған күнін анықтадық. Енді бұрын туылғандардың туылған күнін қалай анықтаймыз? Соған мысал келтірейін. Екінші мысал, менің үлкен қызым Тастанова Гүлнара. 1974 жылы 18 қыркүйекте туылған. Соның қай күні, аптаның қай күні туылғандығын анықтау үшін алдым біз биылғы жылы 25 жыл 18 қыркүйек, яғни сентябрь ол қайсы күнге тура келетіндігін біз календардан көре саламыз. Ол қиын емес. Бейсенбі, яғни четверг күні туылған. Четверг күнге тура келеді екен биылғы жылы. Четверг күнге туылған. Енді 74 жылы қай күні болғандығын білу үшін 74-ке жақындап баратын санды алып тастаймыз мына 2020-тен. Яғни 28-ді көбейтсек 56. 56 жыл 2025-тен алып тастасам 1969 жыл. 1969 жыл 18 сентябрь, бұл четверг, бұл да четверг. Өйткені мынау цикл, әрбір цикл 28 жыл, оған еселі сандар 56, 84, осы жылдарда да ол қайталанып келе береді. Соның үшін 1969 жыл 18 сентябрь четверг екен. Ана биыл 25 жыл четверг болса мінеке. Енді қалғанын кестеден табамыз. 74 жыл. Ол үшін мынау 69. 69-ға 4-ті қосамыз. Мынау 2 аптаның 2 күннің арасы 4 жыл деп айтқан. Демек 69-ға 4-ті қоса 1973 жыл вторник екенді, 74 жыл сәрсенбі. Сөйтіп менің үлкен қызым сәрсенбі күні туылған екен. Ал оның неше жасында шын туылған күндері болады. Оны табу үшін біз мұны сәрсенбінің санаймыз. Мұны сәрсенбіден бастап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жасында шын туылған күні болыпты. Менің үлкен қызымның шын туылған күні 11 жасында болыпты. Енді келесі сәрсенбі неше жасында екен? Ол үшін мұны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 жылдан кейін. Міне, 11-ге 6-ны қосамыз, 17 жасында шын туылған күні болған. Одан кейінгі сәрсенбіні есептейміз. Мынаған келіп тоқтағанбыз. 1, 2, 3, 4, 5 жасында. 5 жылдан кейін. Мына 17-ге 5-ті қоссақ, 22 жыл. 22 жасында шын туылған күні. Сонымен 11 жасында, 17 жасында, 22 жасында. Енді одан кейін және бір сәрсенбі бар. Кейінгі сәрсенбі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жылдан кейін. Яғни мінеке. 11 жасында, 17 жасында, 22 жасында, 6 болса 28 жасында. 28 жасында кез келген адам туылған күні, шын туылған күн болады. Сол естеріңізде болсын. Ал енді қалған нелерін табу үшін осы сандарды кезекпен қосып бара берсек, қалған жылдары табылады. Мысалы, 28-ге 11-ді қосса 39, 39-ға 6-ны қосса 45, 45-ге 5-ті қоссақ 50 жасында тура келді. 56-ны қоссақ 56 жасында. 56-ға 11-ді қайтадан басынан 11-ді қоссақ 67 жасында тура келді.
67-ге 6-ны қоссақ 70 жасында, оған 5-ті қоссақ 78 жасында, оған 6-ны қоссақ 84 жасында. Басынан бастап 11-ді қоссақ 95 жасында, 6-ны қоссақ 101 жасында, 5-ті қоссақ 106 жасында, 6-ны қоссақ 112 жасында. Міне сондай шын туылған күндерін анықтадық. Енді бұл 29 февральдан кейінгі даталарда туылған кісілерге. Мысалы, енді 29 февральға дейінгі, яғни январь мен февральдың ішінде туылғандарға мысал келтірейін. 3-ші мысал. Менің үлкен ұлым Тастанов Әділхан 1984 жылы 11 февральда туылған. Ал 11 февраль биыл 25 жыл 11 февраліміз вторникке тур келеді екен. Тур келген екен. Оны біз календардан көреміз. Ал 84 жылды табу үшін оған жақындап баратын, яғни бір циклды алып тастаймыз. 2025-те 28-ді алсақ 1997 жыл. Яғни 1997 жылы 11 февральда вторникке тур келеді. Бір циклдан кейін қайтадан келіп отыр. Ал 84 жылды табу үшін оны мұны кестеден пайдаланамыз. Вторник дедік. Вторник міне бас жағында. Бұл 1997 жыл 11 февраль вторник. Бізге 84 керек. Пәске түсем, 97-ден 4-ті алсам 93, 93-ден 4-ті алсам 89, 89-дан 4-ті алсам 85, ал 85-тен 1-ді алу керек. Ол үшін ол бұлай. Міне. Мына понедельник еді, мына 85. Мына 84. Өйткені мына высокосный жыл 84. Ол 11 февраль болғандықтан 29 февральға дейінгі. 29 февральға дейінгі болғандықтан. Сенбі, суббота. Демек, менің үлкен ұлымның туылған күні 11 февраль 84 жыл, ол суббота екен. Суббота күні туылған екен. Оның неше жасында туылған күндері, неше жасында келеді. Оның үшін мына сандарды. Субботаларды санауымыз керек. Біз мына субботаға келдік қой. Мына суббота. Ал неше жасында суббота болады. Оның үшін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 жасында. Мінеки, 5 жасында шын туылған күні болды. Кейінгі субботаны есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жылдан кейін 5-ке 6-ны қоссақ 11 жасында шын туылған күні болды. Одан кейінгі субботаны есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жасында. 11 жылдан кейін. Басында 5 жасында еді, одан кейін оған 11 жасында болды, оған 22 жасында шын туылған күні болды. Енді ақырғы субботаны есептейміз. Мынаған келдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жылдан кейін, яғни 22-ге 6-ны қоссақ 28 жасында. Сонымен 28 жасында кез келген адам туылған күні шын туылған күн болады. Ал бұл ұлымның кейінгі жылдардағы туылған күндерін табу үшін осыны 5, 6, 11, 6-ны кезекпен қосып табу болады. 28-ге 5-ті қоссам 33, 33-ге 6-ны қоссам 39, 39-ға 11-ді қоссам 50 жасында туыр болады. 50 жасында туыр келді, шын туылған күн болды. Оған 6-ны қоссақ 56 жасында шын туылған күн. Кейінгілерін табу үшін 5-ті қоссамыз 61, 6-ны қоссамыз 67, 11-ді қоссамыз 78, 8-ді 6-ны қоссамыз 84. Кейін қайтадан және қоссақ 5-ті қоссақ 89, 6-ны қоссақ 95, 11-ді қоссақ 106, 6-ны қоссақ 112.
міне сонымен мен бітірдім, үйретуді бітірдім. Бірақ құрметті тарихшы мырзалар, ғалым мырзалар, менің осы мына кестем арқылы бүкіл эрамыздағы кез келген датаға сәйкес келетін, белгілі бір даталарға сәйкес келетін аптаның күнін анықтауларыңызға болады. Оғында мысал келтірейік. Мысалы, 1917 жылғы октябрь революциясы, 17 жылғы революция ескі стиль бойынша 21 қазанда, 25 қазанда, жаңа стиль бойынша 7 ноябрьде. Осы революцияның аптаның қай күні болғандығын анықтау үшін ескі стильден пайдалана саламыз. 25 октябрь, биыл 25 жыл 25 октябрь. Бұл неден көрсек, субботаға тура келеді. Суббота екен. Биыл 25 жыл 25 октябрь суббота екен. Ал енді 17 жылды білу үшін 17 жылға жақындап баратын санды алып тастауымыз керек. Яғни 28-ге есел 4 есесі 112 жыл болады. 112-ні 2025-тен алып тастасақ 1913 жыл. Яғни 1913 жыл 25 қазан, о да суббота. Ал қалғанын біз менің кестемнен анықтаймыз. Биылғы жыл суббота болды. Мінекей суббота. Бұл 1913 жылда 25 қазан суббота. Суббота. 1913 жыл 25 қазан. Кешіресіздер. Суббота. 13 жыл 25 қазанда суббота. Биылда 25 қазан суббота. Соның үшін енді қалған 17 жылды мына неден табамыз. Мына суббота болса, 17 жыл табу үшін жоғары көтерілеміз. Мына 4 болса, мынау шығады. 17 жыл. 17 жыл 25 қазан. Бұл бейсенбі екен, четверг. Сонымен октябрь революциясы бейсенбі күні болған екен. Енді және бір мысал. Мына Владимир Ильич Ленинді бәріңіз білесіздер. Бұл бүкіл дүниежүзі пролетариатының көсемі. Ульянов деген кісі. Ол кісі 1970 жылы туылған. Қазір жаңа стиль бойынша 22 апрель дейді. Ал бірақ ескі стильмен табуымыз керек. Өйткені 17 жылға дейінгіні ескі стиль дейді. 1917 жылдан кейінгі нелер жаңа стильмен. Бізде жаңа стильмен ескі стильдің айырмасы 13 күн. Жаңа стильмен ескі стильдің айырмасы 13 күн. Соның үшін біз 22-ші, бүгін 22 апрель Ленин туылған күн деп отырмыз. Ол жаңа стиль бойынша. Ал ескі стильмен табу үшін 13-ті алып тастасам 9 апрель болады. 9 апрель биыл 9 апрель бұл сәрсенбі екен, среда. Календардан көрсек, биыл 9 апрель сәрсенбі. Ал 1870-ті табу үшін 28-ді 5 цикл, 5 көбейтеміз, 140 болады. 2025-тен 140 тасам 1885 жыл. Демек 1885 жыл 9 апрель бұл да среда болады. Өйткені 5 рет қайталанып келіп отыр. Биылғы жыл 9 апрель среда болса, оны 5 рет қайтарғаннан кейін, 28 жылдан кейін 5 рет қайтарғанда да среда болады. Ол 85 жылда. Ал қалған 70 жылды біз мына кестеден табамыз. Биылғы жыл мына оғаптан сәрсенбіміз мінекей. Сәрсенбі, міне 25 жыл сәрсенбі. Яғни 1885 жыл 9 апрельде осы сәрсенбі күні болған.
Ал 70 жылға не болушы мен пәске түсемін. Сәрсенбіден 4 тастасам, 85-тен 4 тастасам 81 жыл. Одан 4 тастасам 77 жыл. Одан 4 алсам 73 жыл. 81, 77, 73, 73-тен және 4 тастасам 69. 69, 70 жыл болады. Мәнеге. Сөйтіп, 70 жыл, 1870 жыл 9 апрель, жұма күні туылған екен. Владимир Ильич Ленин жұма күні туылған екен. Міне осылайша мен мына шын туылған күні анықтауды үйреттім. Шын туылған күндеріңіз құтты болсын. Сау саламатта болыңыздар.